Осы орайда мен мысал ретінде кейбір тәжірибелерді сіздерге көрсетіп ұсынғым келеді. Осы тәжірибелер жасауға жеңіл, көзге осындай мөлдір ыдыстар керек. Осындай кішкентай немесе үлкен алсаңыз да болады. Ең бастысы бізде мөлдір шыны болу керек, яғни прозрачный болса көрінуі керек. Бұл ыдысқа су құямыз. Әрбір ыдысымызға су құятын боламыз. Келесі қасық және лимон қышқылы. Лимон қышқылы енді барлығымызда үйімізде бар. Лимон қышқылын саламыз. Енді бұны жақсылап араластырамыз. Лимон қышқылы осы суда еру керек. Жақсылап араластырамыз. Енді жылы су болса, жақсы, өйткені лимон қышқылы тез ериді. Жылы су болса, жақсы болады. Араластырып алғаннан кейін мен осындай ас бояғыштарын краситель дейді ғой. Осындай үш түсті алып келдім. Қызыл, көк және жасыл түс. Ашып. Көбінде қазір енді алжапқыштар сатылады ғой балаларға. Алжапқыштар. Алдын ала дайындалып, перчаткаларыңызды дайындап қойсаңыздар, енді қолдарын бұлғап алмас үшін жанында майлықтар болса жақсы негізі балалар өздері қолданыстырды. Бір столовый қасықпен ғой. Әрбір мөлдір ыдысқа енді қазір салатын боламыз. Енді реакцияны көретін боласыз. Осындай бізде бұнда негізі әртүрлі түстерді қолдануға болады. Жаңағы темір қосақ түстерін қолдансақ та болады. Эксперименттік жұмыстан күтілетін нәтижелер балалардың тәжірибеге деген қызығушылығы артады, ғылымға деген алғашқы қадамдары қалыптасатын болады. Келесі қазір көрсетейін. Мен бұны үй жағдайында жасаған Мақсаты балаларға өсімдіктің суды сабақ арқылы қабылдап, тіршілік ететінін тәжірибе арқылы көрсетіп, табиғатқа қызығушылығын, бақылау қабілетін және экологиялық көзқарасын дамыту. Ең алдымен біз мөлдір ыдысқа суды құйып аламыз, оған түймедақ гүлдерін салып қоямыз. Әрбір ыдысқа ас бояғышын салатын боламыз. Менің жағдайымда ас бояғыш ұнтақ ретінде сіздерде сұйық болуы мүмкін.
Мен осы 3 түсті таңдадым: қызыл, жасыл және көк. 32 минуттан кейін менде түймедақ гүлдері осылай сәл ғана қызыл, жасыл және көк түске боялды. Ал 1 сағат 44 минуттан кейін гүлдер одан қанық түске боялды. Мен тәжірибені жалғастырып, келесі түнге қалдырған болатынмын гүлдерді, және 13 сағат 11 минуттан кейін гүлдер осылай әп-әдемі болып шықты. Қалай атқылайды деген тәжірибе. Бұның мақсаты балалардың қызығушылығын арттыру, табиғаттағы құбылыстарды ойын арқылы көрсету. Құрал-жабдықтардан бізде осындай фольга керек: су, ас содасы, лимон қышқылы, ас бояғыштар және шұңғыл ыдыс. Яғни ол шұңғыл ыдысымыз бізде уже Жанартаудың ішінде, мен оны үйден жасап алып келдім. Енді бұл Жанартаудың ішінде біз лимон қышқылын араластырып, мен оны дайындап қойдым. Құятын боламыз. Енді келесі сол вулканның ішіне біз лимон қышқылы араластырған суды салдық. Енді ішіне біз краситель құямыз. Яғни Жанартау бізде тоқ сары түсті болып атқылайды ғой. Соған сол тәріздес бізде краситель. Енді бұған біз ас содасын саламыз. Ішіне Жанартауымыз осылай атқылайды. Үкіметтің нәтиже балалардың ойлау қабілеті жетіледі, неге атқылады, неге көп ішіді деген сұрақтарға жауап іздеуге дағдыланады және табиғаттағы құбылыстарға қызыға қарай отырып, қоршаған ортаны зерттеуге ынтасы одан ары көбейеді. Назарларыңызға рахмет.